Әкетай, қараш, мен көбелек салдым. Айналайын қызым, бара қойшы. Анаңа көрсетші бар. Мен қолым тимей жатыр, көріп тұрсың ғой. Бара қой. Так. Бара қойшы қызым. Қызым, келе ғой. Әкеңнің қолы тимей жатыр ғой жұмыстан. Қане көрсетші маған. Қане көрсетші маған. Жоқ, мен әкеме көрсетем. Әкесі көре салшы енді. Қызыңның көбелегін қараш, қандай әдемі қып салған қанаттарын. Айналайын, ерікпеңдерші. Мен не ойнап отырмын ба? Ертең басшылықтың алдында есеп беруім керек. Түсінесіңдер ме есеп деген нәрсені? Көбелек дейді ғой маған. Қызым ренжіме, жарай ма? Әкеңнің қолы босағанда көре жарай ма? Бір сәт басынан сипап қойсаң мен кетеді. Таң ертеңнен кешке дейін терезеден телміреніп сені күтеді жүреді. Әкем қашан келеді, келді ме деп. Өткен жексенбіде хайуанаттар бағына апарам дедік де, сол күйі жоқ боп кеттің. Сен айтып отырсың өзің. Қайдағы хайуанаттар бағы? Астанадан делегация келе жатыр. Тексеру келіп жатыр үстімізге. Өзіміз хайуанат болып кеткен жоқпыз ба осы күнде? Бас үстіне түсеміз деп, маймыл болып. Ерікпей отырыңдаршы. Маған салса отырмайын ба үйде? Аяғымды аспанға көтеріп қойып, теледидар көріп. Енді қызың оны түсінбейді ғой. Түсінбесе түсіндір. Сен соның анасысың. Айт, әкеңнің қол тимейді, біз үшін жұмыс істеп жатыр де. Алғы істесін. Жұмыс. Қол тимейді. Ана балаң 8-ді бітіріп жатыр. Онымен шаруаң да жоқ. Өткенде айтады. Әкем 3-ші класста балыққа апарам деген. 5 жыл күттім. Енді міне қармақ сатып алдым, өзім барам дейді. Мінезді нашарлап кетті. Мұндайда оған әкенің тәрбиесі қажет қой. Мінезі нашарлайтында не болып сонша оған? Ешеңіз жоқ, бәрі жақсы. Қойшы сен де. Қане қызым? Әлгі суретіңді көрсеті қойшы, қане? Суретіңнің әдемісін ай. Мұна суретті өзің салдың ба? Иә. Керемет, қараш, қанаттар қандай әдем. Келші екеуміз бірге тамашалайық. Қараш, қандай әдем сурет, ә? Керемет. Қызым, айналайын. Әкең ренжімес, жарай ма? Көріп отырсың ғой жаңа. Жұмыстан қолым босамай жатты. Ренжімейсің ғой, Ай, бәрекелді. Әке, сіз осыншама жұмыс істегенге күніне қанша ақша табасыз? Оның нешін сұрадың, қызым? Енді айтыңызшы, әке. Енді 4,5-5 мың теңгедей табам. Ал 1 сағатта ше? 1 сағатта? Күніне 10 сағат жұмыс істеген болсам, 500 теңгені табармын. Оны неге сұрадың, қызым? Мен қазір, әке. Қайда кеттің? Әке, мынау менің жиып жүрген тиындарым. Келіңіз бірге санайық, қанша болған көрейік. Мәссаған. Қане санайық, Әрілден сен сана, майдалар мен санайын. 50. Міне 100 теңге, әке. 200 теңге. Міне 300 теңге. 400, 450, 480, 500, 520. Бәрекелді. Қызым, біраз дүние жинап қойыпсың ғой, Бәрекелді. Енді біраз жинасаң тағы да өзіңе керек затыңды аласың. Міне ала ғой.
Мәке, бұл сізге. Маған? Не үшін қызым ау? Жаңа ғана айттыңыз. 1 сағатта 5 теңге табам деп. Иә. Сіздің өмір жұмыстан қолыңыз тимейді ғой. Мен сізді сондай қатты жақсы көрем, Мәке. Мен де сені жақсы көрем қызым ау. Мына теңгелердің барлығын алыңыз да 1 сағат менің жанымда болыңызшы, өтінемін. О не дегенің қызым ау? Мен өмір бойы сенің жаныңда боламын. Мен сені жақсы көрем қызым. Мен де сізді қатты жақсы көрем. Басшы, бақташы, ер адам отбасының бақташысы, әйел ерінің шаңырағы мен балаларының бақташысы. Қысқасы, әрбірің бақташы секілдісіңдер, және өздеріңе бағынышты жандар үшін жауап бересіңдер. Бұхари, Муслим.